Бірінші матчта олар тағы бір басты кейіпкер Кагиямаға қарсы шығады. Тек осындай үлкен таланттың артында оған ғана емес, сонымен бірге командаға да кедергі келтіретін үлкен эгосы бар. Ол эго Кагияманың өзіне ғана емес, командамен сөйлесуіне де кедергі келтіреді. Кагияма кез келген сәтсіз әрекет үшін адамдарды сөзбен жеп тастайды. Мұндай жарқын образ Хинатаны қатты қорқытады, бірақ барлық күшін жинап алаңның патшасына қарсы тұра алады. Хинатаның амбициясы қаншалықты үлкен болса да, оның командасы осы алаңдағы кез келген адамнан әлдеқайда әлсіз болады. Сондықтан Хинатаның командасы бірінші матчта ұшып кетті. Бірақ ол өзінің керемет жылдамдығы мен секірулерімен Кагияманы қызықтыра алады. Турнирден шыққаннан кейін Хината көзіне жас алып, Кагиямаға қандай да жағдай болмасын, одан басып озып, оны жеңетінін айтады. Содан кейін орта мектепті ауыстыратын уақыт келеді. Хината әрине Карасунаны таңдады. Ол осы уақытқа дейін бұрынғыдай күшті деп саналмады, және волейбол залына кіргенде Хината өзінің командаласы Кагияманы көреді. Ол оған ұнамайды.